Foreman is going about his job. Foreman is all over Joe Frazier. Frazier. Аты Мұхаммед Али, Джо Фрейзерлермен қатар тұратын бұл боксшы әуесқой бокста бар болғаны 22 жекпе-жек өткізіп, Олимпиада чемпионы атанған екен. Біз бүгін аса ауыр салмақ тарихындағы ең жасы үлкен чемпион жайлы айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Джордж Форман 1949 жылы 10 қаңтарда ақш-тың Техас штатындағы Маршалл қаласында дүниеге келеді. Формандар отбасы өте кедей тұрған екен. Өгей әкесі үнемі арақ ішіп үйіне сирек келетін болғандықтан, 7 баланы анасы бір өзі асырауға мәжбүр болады. Кейіннен Хьюстон қаласынан жұмыс тапқан анасы барлық балаларын алып сонда қоныс аударады. Формандар отбасы қаланың ең кедей әрі қылмысқа толы ауданында тұрғандықтан, Джорджда бала кезінен бірден көше бандасына қосылады. Осының кесірінен 15 жасында оны мектептен қуып жібереді. Бірде ит жетектеген полицейлерден әупірімдеп қашып құтылған 17 жасар Джордж өмірін өзгертуге бел буып, тұрмысы төмен адамдарға тегін мамандық үйрететін бағдарламаға жазылады. Бұл бағдарлама бойынша кірпіш қалаушы болып жұмыс істеп жүрген ол, арасында бокс залына да бара бастайды. Мұнда бапкерлері бойы 192 см болатын қара күш иесі Форманның соққылары түйе құлататындай жойқын екендігін байқап, оған біржола боксқа ден қоюға кеңес береді. Осылайша 17 жасында боксты бастаған Джордж 2 жылдан соң әуесқой бокста бар болғаны 22 жекпе-жек өткізіп, 1968 жылы Мексикада өткен Олимпиада ойындарына жол тартады. Мұнда 19 жасар Форман қарсыластарының барлығын нокаутқа жіберіп, финалда Кеңес одағының боксшысы Йонас Чипулиспен кездеседі. Ешқандай бокс техникасы жоқ Форманның бейберекет соққыларынан соң Чипулистің мұрны алғашқы раундта қанай бастайды. Рефери Кеңес одағының боксшысына біраз уақыт мүмкіндік бергенмен, Чипулис ештеме істей алмайды. Ары қарай жекпе-жекті жалғастырудың мәні жоғын көрген рефери жекпе-жекті тоқтатып, Форман Олимпиада чемпионы атанған болатын. Джордж бұл жеңісін анасына арнайды. Олимпиададан соң 1969 жылы 20 жасында Форман кәсіпқой бокстағы мансабын бастайды. Оның алғашқы бапкері Дог Бродус Форманды сол кездің ең мықты боксшыларының бірі болған Санни Листонның залында жаттықтырады. Листон өз кезегінде жас боксшыға білгенінің барлығын үйретеді. Ай сайын дерлік рингке шығып тұрған Джордж 3 жылдың ішінде 37 кездесу өткізіп, барлығында жеңіске жетеді. Бұл қарсыластардың ішінде Чак Вепнер, Джордж Чувало, Грегорио Перальта сынды мықты боксшылар да бар болатын. Осылайша Форман чемпиондық жекпе-жек өткізуге де мүмкіндік алады. Бұл кезде аса ауыр салмақтың белдіктері Джо Фрейзердің белінде болатын. Мансабында әлі жеңіліс көрмеген Джо 2 жыл бұрын Мұхаммед Алиді жеңген. Сонымен қатар бұл кездегі менмін деген ауыр салмақ боксшыларының барлығын дерлік құлап шыққан болатын. Осыған орай жекпе-жектің айқын фавориті Джо Фрейзер болады. Жекпе-жек бастала сала жылдам Фрейзер қарсыласын соққының астына ала бастайды. Бірақ Джоның соққыларын шыбын шаққан құрлы көрмеген Форман алғашқы раундта қарсыласын жамбасқа отырғызады. Одан ары қарай үлкен Джордж сол кездің ең үздік боксшысын ішіне мақта салынған қапшық секілді жерге домалата бастайды. Frazier is being battered in Foreman's corner.
5 минуттың ішінде 6 рет құлап тұрса да қайтпаған Фрейзердің денсаулығын сақтаған рефери жекпе-жегін тоқтатады. Осындай жарқын мәнерде 24 жасар Джордж Форман алғаш рет абсолюттік чемпион атанған болатын. 74 жылдың көктемінде Форман белдіктерін Мұхаммед Алиді жеңген тағы бір боксшы Кен Нортонға қарсы қорғайды. Фрейзердің қателігін қайталамауға тырысқан Нортон алғашқы секундтан қашып жүріп соға бастайды. Әлиде болса соққыларды дермен секілді айналдырып соғатын Форман дегенмен көп замай қарсыласын қуып жетіп, оң қолдың апперкотын бірнеше рет қайталап соққан соң Нортон арқанға отыра кетеді. Нокдаун ауыр секілді көрінбегенмен беті қайтып қалған Нортон одан ары қарсылық көрсете алмай, екінші раундта тізеге бөгеді. Бұл уақытта Мұхаммед Али Фрейзер мен Нортонға кеткен еселерін қайтарып, қайтадан чемпиондық жекпе-жекке апарар жолға түскен болатын. Форман мен Алидің жекпе-жегін ұйымдастыруда Дон Кинг өзі қолға алады. Африкаға барып, Заир мемлекетінің диктаторын қыруар қаржыға жекпе-жек ұйымдастыруға көндірген ол, боксшыларға да сол кезге дейін ешкім алмаған гонорар төлеуге уәде етеді. Осылайша 74 жылдың 30 қазанында бокс тарихындағы ең есте қаларлық жекпе-жектердің бірі өтеді. ақш-тағы жанкүйерлерге теледидардан көру ыңғайлы болу үшін кездесу таңғы 4-те басталған екен. Әлиді жеңген екі боксшыны 2 раунд ішінде тас талқан еткен Джордж жекпе-жектің айқын фавориті болады. Кездесу бастала-сала Әли арқанға тұрып алып, Форманың соққыларын блокқа қабылдай бастайды. Әдетте үлкен Джорджың соққыларынан ешқандай блок қорғай алмайды, бірақ ойға алған тактикасынан бас тартпаған Әли соққы қабылдай береді. Жай ғана қабылдап қоймай, Форман 1 секундқа тоқтай қалса, тез арада жылдан 1-2-ні қарсыласқа киізіп жіберіп отырады. Африканың ми қайнатар ыстығында қарсыласын тоқтаусыз сабай беруден өшіп қалған Форманды Әли 8-ші раундта классикалық 1-2-мен сұлап түсіреді. Әдетте қарсылас есеңгіріп қалғанда боксшы оны құлағанша ұруға тырысады. Мен өзімде солай істеуші едім. Бірақ мен есімді жинай алмай тұрғанда Әли соққыны тоқтатып тек жұдырығын дайындап қарап тұрды. Осы үшін мен Әлиді ең ұлы боксшы деп санаймын. Алғашқы жеңіліс Форманға ауыр тиеді. 1 жыл бойы рингке шықпай кеткен ол тек 76 жылдың басында рингке оралады. Қарсыласы сол кездің ең мықты боксшылардың бірі Рон Лайл болады. Лайл жекпе-жекті километрден соққан соққымен бастайды. Әлиден жекпе-жектен соң салқынқанды бола бастаған Джордж асықпай джеб арқылы қарсыласты тексеріп көре бастайды. Үлкен Джорджың асықпағандығын әлсіздікке балаған Лайл өте сенімді түрде шабуылдап, Форманды есеңгіретіп қояды. Қарсыластың бұнысына төзбеген Джордж енді өзі шабуылға шыға бастайды. Бірақ Лайл оңай шағылатын жаңғақ емес екен. 4-ші раундта хук соққыларын толассыз лақтырған ол Форманды нокдаунға түсіреді. Нокдаун үлкен Джорджға допинг секілді әсер етеді. Орнынан тұра сала қарсыласқа жүгірген ол енді Лайлды сұлап түсіреді. Бірақ орнынан көтерілуге күш тапқан Лайл Форманың шабуылы кезінде қарсы соққыларға ұстап, үлкен Джорджды ет-бетімен құлатады. Форман орнынан көтеріледі. 5-ші раундта кезекті шабуылға шамасы қалмаған Лайл үлкен Джордждың соққыларынан соң ес-түссіз рингке сұлап түседі.
Алғашқы жеңілістен соң осындай жекпе-жек арқылы қатарға оралған Джордж арада 5 ай өткенде Джо Фрейзермен реванш өткізеді. Фрейзер бұл уақытта әлимен 3-ші рет кездесіп 15 раундтық нағыз соғыстан өткен болатын. Джордж жекпе-жек бастала сала шабуылға шығады. Фрейзер алғашында тоқтаусыз уклондар жасап аман қалып жүргенмен 5-ші раундта кезекті шабуылдан соң нокдаунға түсіп қалады. Джо әдеттегіше орнынан бірден көтеріледі. Бірақ үлкен Джордждың кезекті шабуылынан соң ес-түссіз ринг бұрышына сұлап түседі. Осы жекпе-жектен соң әлсіздеу қарсыластармен 3 жекпе-жек өткізіп, барлығын нокаутпен жеңген Форман 77 жылдың көктемінде Джимми Янгпен кездеседі. Янг сол кездегі Эрни Шейверс, Рон Лайл секілді мықтыларды тізе бүктіріп, Мұхаммед Алидің өзімен тең дәрежеде жұдырықтасқан болатын. Бірақ жекпе-жек фавориті Форман болып есептеледі. Үлкен Джордж жекпе-жекті әдетінше асықпай жүріп, ауыр соққылар жаудыра беретін қысымнан бастайды. Бірақ жылдам Янгты ұстау оңай емес. Осылай қарсыласты қуып жүріп шаршап қалған Форман 2-ші раундта нокдаунға түсіп қалады. Дегенмен жекпе-жекті аман есен аяқтаған ол ұпай санымен жеңіліп қалған болатын. Бұл жеңілісті ауыр қабылдаған Джордж рингтен ашуланып шығып кетіп, киім ауыстыратын бөлмеде есінен танып қалады. Есімді жиғанымда менің қолымда тура Иисус Христостағы секілді жаралар пайда болды. Мен қайта тіріліп келдім, аллилуйя деп айғайлап, мені тынышталдырмақ болған адамдармен төбелесе бастадым. Осыдан соң мені ауруханаға жатқызып қойды. Бірақ мен енді өзіме не керектігін түсіндім. Шынында Форман бұл жеңілістен соң мансабын аяқтайтындығын жариялап, шіркеуге уағыз айтушы болып орналасады. Бокстан тапқан миллиондарын шіркеуге, жағдайы төмен отбасынан шыққан балаларды оқытуға, қайырымдылыққа жұмсай бастайды. Бұл кезде оның жасы бар болғаны 28-де болатын. Дегенмен арада 10 жыл өткенде бүкіл ақшасын тауысқан Джордж күн көру үшін қолынан бар келетіні боксты қайта бастауға мәжбүр болады. Соңғы 10 жылда жаттығуды мүлде тастаған оның салмағы бұл кезде 130 келіден асып кеткен болатын. Бірақ Құдайдың берген түйедей денсаулығының арқасында тез арада азды-көпті формаға келіп алған ол 87 жылы 38 жасында рингке қайта оралады. Осылайша Джордж Форманның мансабының екінші кезеңі басталған болатын. Келе сала 3 жылдың ішінде 24 жекпе-жек өткізген ол қарсыластарының барлығын қалпақтай ұшырады. Бұлардың арасында тек таксистер мен жүк тасушылар ғана емес, Дуайт Мухаммед Кави, Берт Купер, Джерри Куни сынды мықты боксшылар да бар болатын. Foreman fights can be explosive. Look at him with arms like tree trunks. Oh, and look at the left, come up and slice the one. And Jerry Cooney's in big trouble. He's ready to go. And there he goes. Oh, and that's it. And this. Because I'm getting tired of people running from me in the ring. Mike Tyson, Holyfield, you a bunch of bums. Stand up and be a man and fight. Алғашында Форманның командасы Майк Тайсонмен жекпе-жекті көздей бастайды. Бірақ осы уақытта Тайсон барлық белдіктерінен айырылып, енді абсолюттік чемпион Эвандер Холлифилд болып шыға келеді. Осылайша 91 жылдың көктемінде 42 жасар Джордж кезекті рет чемпиондыққа таласта Холлифилдпен кездескен болатын. Жанкүйерлер Форманды үлкен қошеметпен қарсы алады. Дегенмен жекпе-жектің айқын фавориті әлдеқайда жас Эвандер саналады. Холлифилд жекпе-жекті жылдам да сериялы соққылармен бастап, өзінің техникалық басымдығын көрсете бастайды. Бірақ қанша соққы өткізсе де алға жүруден танбаған Джордж арасында ауыр соққыларын Холлифилдқа кигізіп те жібереді. Дегенмен Эвандер да соққыны жақсы көтере алады. Осылайша өте тартысты өткен жекпе-жекте белсенді болған Холлифилд жеңіске жеткен болатын. Foreman trying to hold him off, left to the chin. And Foreman with another combination. The crowd at the Atlantic City Convention Center comes to its feet to applaud that. Still, undisputed heavyweight
Бірақ Форман да жасына қарамастан чемпиондармен тең дәрежеде жұдырықтаса алатындығын дәлелдейді. Холлифилдпен жекпе-жекте Форман бақандай $12 миллион алған көрінеді. Қаржылай жағдайын түзеп алған ол енді чемпиондық белдікті беліне байламай мансабын аяқтамайтындығын жария етеді. Қайтадан рингке оралған ол қатарынан 3 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жеткен соң 93 жылдың жазында сол кездің супер жұлдызы Томми Моррисонмен кездеседі. Моррисон Форманнан 20 жас кіші болатын. Холлифилд секілді жылдам соғып кетіп қалып отырған ол Форманды ұпайсанмен жеңіп кетеді. Осылайша ең маңызды екі жекпе-жегінде де жеңіліп қалған Джордждың қолынан бар келгені осы секілді. Енді мансабын аяқтай беруге де болады. Бірақ алған бетінен қайтпаған ол осы уақытта Холлифилдті жеңіп белдіктерін тартып алған Майкл Мурерге қарсы жекпе-жекке шығады. Бұл кезде жасы 45-ке келген Форманды атлетикалық комиссия кәрі деп чемпиондық жекпе-жек өткізуге рұқсат бермеген екен. Бірақ Джордж бірден сотқа жүгініп жеңіп шыққан соң 94 жылдың күзінде Мурерге қарсы жекпе-жек өтеді. Жас чемпион Форманды 9 раунд бойы сабайды. Morris establishing the jab, and as you see, the George Foreman turned professional. Now Moore coming on. George trying to follow up. Дегенмен 10-шы раундта Джордж Форман кейіннен ұлы боксшы ретінде тарихта қалдырған соққысын орындайды. Осылайша Форман 45 жасында чемпион атанып, сол кезде рекорд орнатқан болатын. Бұл рекордты арада 20 жыл өткенде Бернард Хопкинс жаңартады. Бірақ аса ауыр салмақта Форманның рекордын әлі ешкім басып озған жоқ. Басты арманын орындаған Джордж енді тағы бір рет жеңілсе мансабын аяқтайтындығын айтып уәде береді. Дегенмен тағы 3 жыл бойы жұдырықтасқан Форманды тек 48 жасында Шеннон Брикс жеңіп кетеді. Оның өзінде оңбай таяқ жеген Бриксті төрешілер қолынан жетектегенде етіп жеңімпаз қылған болатын. He's landed more effective punches in this round than had been the case in the two preceding ones, but he's early decision and new linear heavyweight champion of the world. Уәдесінде тұрған Форман 97 жылдың соңында мансабын аяқтайтындығын жариялайды. Қайтадан шіркеудегі жұмысына келген Джордж 55 жасында рингке қайта оралмақ болған екен, бірақ әйелі рұқсат бермеген көрінеді. Тек сол кезде ғана мансабын түбегейлі аяқтайды. Бір кездері Форман шіркеуден басқа HBO каналының комментатор болып істеген. Өзінің жеке бизнестері бар және отбасына көңіл бөліп 12 баласының да тәрбиесімен айналысады. Бір қызығы Форманның 6 ұлы бар екен. Барлығының есімдері Джордж. Бір-бірінен айырмашылығы Джордж 1-2 деп кете беретін көрінеді. Қазір үлкен Джордждың жасы 74-те. Сонысына қарамастан керемет формадағы оның соққылары сол күйі секілді. Форманды күнделікті өмірде көрсеңіз, оның кезінде ең қорқынышты нокаут иесі болғандығы ешкімнің ойына кіріп те шықпайды. Жай ғана еңгезердей мейірімді кісі секілді көрінеді. Міне достар, Джордж Форманның мансабы осылай өткен болатын. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, каналға тіркеле кетіңіздер. Алда қаншама қызықты видеолар күтіп тұр. Сіздермен болған Әлем боксинг арнасы.